Жемек влогымды қарай жалғастырып. Достар, мен шықтым. Сабаққа қарай бардым. Вот, автобусқа қарай баратырмын қазір. Мен уже автобусқа түстім. Мектепке қарай баратын боламын. Астана қаласы Игі Бастық Бөлекбай 19-шы көкеріті күні этаж Астана кезет комиссионка. Қанатыңыз один. Достар, мен үйге келдім және бүгін сабақтан вообще мындай қызықты етіп ұзақ қылып күшті қылып мындай видеолар түсіре алмадым. Сол себептен осы влогым 2 күндік болуы мүмкін. Ертең де сабақ күнімнен түсіретін боламын, яғни осы влогқа қосып жіберуім де мүмкін. Немесе егер нормально ұзағырақ болып шығатын болса, осы влогты өзім салып беремін. Достар, мен қазір телефон сағат тілінде батырмын, сосын телефон көшеді жаным білмеймін вообще. Достар, даланы қараңдар, прям күшті болып тұр. Бүгін күн енді өте күшті болды. Бағана негізінде видео түсіре алмадым. Мен күн деген андай ашық күшті болып тұр. Қараңдар, уже бізде жаз басталып жатқан сияқты. Андай енді бір күз болайын деп жатқанда күн осылай шығып бізде жазда сондай болғандығын енді жаз басталайын деп жатқанда осылай. Типа күзі көктем болайын деп жатыр ғой, бірақ жаз сияқты сезіліп тұр. Кішкене суық бар енді. Вот. Достар, бұл влогты екінші күні дәл қазір мен сабаққа қарай шығып бара жатырмын. Және сіздерге влогымның екінші күнін түсіргім келіп тұр. И бізге далада өте күшті болып қар жауып тұр. Ada mau dan hazır di film sabah. Мен үйге келдім достар. Енді влогымды бітіріп қызыға менде шамам түсіретін кішкене. Бүгін біздің қызылордаға қар жауып та нормально болып тұр, ондай күшті деуге келмейді. Но күшті оны нормально. Кітті. Мен дәл қазір сабағымды, яғни ертеңгі сабақты дайындап барлығын жазып қойып жатырмын. Және де осы влогтың уже несін лайнан басталатын жерін уже күшті етіп монтаждап қойдым. Сіздер уже көрген шығарсыздар, далада бізде әлі де қар жауып тұр. Еще мен обложкасын кеше жасап қойған болатынмын. Енді обложкасы ондай қатты ұнап тұрған жоқ. Енді былай нормально, жаңа да былай кішкене жерлерін дұрыстап қосып істедім. Енді жақсы просмотр жинайды деген ойдамын. Бүгінгі влог сіздерге ұнап жатса, менің анаға тіркелуді ұмытпаңыздар.
Ал достар, бүгінгі влог сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, менің анама тіркелуді, осы видеоға лайк басуды және каналдағы басқа да влогтарды көріп кетуге кеңес беремін. Менің каналымда өте күшті влогтар бар. Сол себептен анама кіріп көріп кетіңіздер. Және де мен бүгінгі влогымды осы жерден аяқтаймын деп шештім. Себебі тезірек влогымды монтаждап салуым керек. Себебі 3 күн бұрын ғана салған болатын. Яғни соңғы влогымды 3 күн бұрын салдым. Енді тезірек влог салуым керек. Арнама сол себептен осы жерден бүгінгі влогымды аяқтаймын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар достар. Пока-пока. Ал достар, бүгінгі влог сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, менің арнама тіркелуді, осы видеоға лайк басуды және де каналдағы басқа да влогтарды көріп кетуге кеңес беремін. Менің каналымда өте күшті влогтар бар. Сол себептен арнама кіріп көріп кетіңіздер. Және де мен бүгінгі влогымды осы жерден аяқтаймын деп шештім. Себебі тезірек влогымды монтаждап салуым керек. Себебі 3 күн бұрын ғана салған болатын. Яғни соңғы влогымды 3 күн бұрын салдым. Енді тезірек влог салуым керек. Арнама сол себептен осы жерден бүгінгі влогымды аяқтаймын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар достар. Пока-пока. Ал достар, бүгінгі влог сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, менің арнама тіркелуді, осы видеоға лайк басуды және де каналдағы басқа да влогтарды көріп кетуге кеңес беремін. Менің каналымда өте күшті влогтар бар. Сол себептен арнама кіріп көріп кетіңіздер. Және де мен бүгінгі влогымды осы жерден аяқтаймын деп шештім. Себебі тезірек влогымды монтаждап салуым керек. Себебі 3 күн бұрын ғана салған болатын. Яғни соңғы влогымды 3 күн бұрын салдым. Енді тезірек влог салуым керек. Арнама сол себептен осы жерден бүгінгі влогымды аяқтаймын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар достар. Пока-пока. Ал достар, бүгінгі влог сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, менің арнама тіркелуді, осы видеоға лайк басуды және де каналдағы басқа да влогтарды көріп кетуге кеңес беремін. Менің каналымда өте күшті влогтар бар. Сол себептен арнама кіріп көріп кетіңіздер. Және де мен бүгінгі влогымды осы жерден аяқтаймын деп шештім. Себебі тезірек влогымды монтаждап салуым керек. Себебі 3 күн бұрын ғана салған болатын. Яғни соңғы влогымды 3 күн бұрын салдым. Енді тезірек влог салуым керек. Арнама сол себептен осы жерден бүгінгі влогымды аяқтаймын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар достар. Пока-пока. Ал достар, бүгінгі влог сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, менің арнама тіркелуді, осы видеоға лайк басуды және де каналдағы басқа да влогтарды көріп кетуге кеңес беремін. Менің каналымда өте күшті влогтар бар. Сол себептен арнама кіріп көріп кетіңіздер. Және де мен бүгінгі влогымды осы жерден аяқтаймын деп шештім. Себебі тезірек влогымды монтаждап салуым керек. Себебі 3 күн бұрын ғана салған болатын. Яғни соңғы влогымды 3 күн бұрын салдым. Енді тезірек влог салуым керек. Арнама сол себептен осы жерден бүгінгі влогымды аяқтаймын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар достар. Пока-пока. Ал достар, бүгінгі влог сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, менің арнама тіркелуді, осы видеоға лайк басуды және де каналдағы басқа да влогтарды көріп кетуге кеңес беремін. Менің каналымда өте күшті влогтар бар. Сол себептен арнама кіріп көріп кетіңіздер. Және де мен бүгінгі влогымды осы жерден аяқтаймын деп шештім. Себебі тезірек влогымды монтаждап салуым керек. Себебі 3 күн бұрын ғана салған болатын. Яғни соңғы влогымды 3 күн бұрын салдым. Енді тезірек влог салуым керек. Арнама сол себептен осы жерден бүгінгі влогымды аяқтаймын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар достар. Пока-пока.